Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің даусым естіліп тұр ма сіздерге? Иә, естілді де. Жақсы, естіліп тұрса, сабағымызды бастайық. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәрбиелеу мен оқыту нәтижесіне өзгерістер енгізу және оларды басқару туралы рефлексиялық есеп. Мектепке дейінгі ұйым педагогтарының таныстырылымын әзірлеуге қолдау көрсету. Портфолио мен таныстырылымды рәсімдеу және CPI ниж ету KZ порталына жүктеу бойынша тыңдаушыларға нұсқаулық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдаушылар рефлексиялық есептерін жетілдіреді, әріптестеріне кері байланыс ұсынады осы жерде. Бір-біріне білім алу дағдысы жетілу үшін кері байланыстың негізінде есептеріне өзгеріс пен толықтырулар енгізеді. Портфолио және таныстырылым құрамын талдайды. Портфолио мен таныстырылымды рәсімдеуге қойылатын талаптар және критерийлармен танысады. Портфолиоларын CPI ниж ету KZ порталына жүктеу бойынша нұсқаулықпен танысады. Алдымен оқыту нәтижесіне өзгерістер енгізу және оларды басқару туралы рефлексиядан бастайық. Бұл дегеніміз біздің С бөліміміз, портфолиомыздың С бөлімі, яғни тәрбиелеу мен оқыту тәжірибесіне өзгерістер енгізу және оларды басқару туралы рефлексивті есеп. Яғни сіздердің үш ойыныңызды өз тәжірибелеріңізге енгізгеннен кейін және сол ойынды қалай ұйымдастырып, қалай басқара алғандарыңыз туралы өздеріңіздің рефлексивті есептеріңіз болып табылады. Педагог жетекшілігімен жүргізілетін құрылымдалған ойындар мен еркін ойындарды ұйымдастырған оқу қызметіне енгізуді негіздеу. Яғни үш ойын түрін өздеріңіздің оқу қызметіңізге қалай енгізгеніңізді негіздеп айтатын боласыздар осы есептеріңізде. Слайд көрінбей тұр ма сіздерге? Слайд көрінбей тұр ма, әріптестер? Барлықтарыңызға да көрінбей тұр ма? Жақсы, ендеше өздеріңіздің телефондарыңыздан қарап өтсеңіздер, төменгі жақта 3 нүкте болады, сол жақтан жаңағы play. Бір әріптестер көрініп тұр дейді, бір әріптестер көрінбей жатыр дейді. Өздеріңіздің телефондарыңыздан қарап көріңіздер, қасыңызда білетін адамдар болса. Сабағымызды жалғастырайық. Ұйымдастырған оқу қызметіне ойындарды енгізудің тиімділігін талдау және бағалау. Яғни, сіздер осы үш ойын түрін оқу қызметіне енгізгендеріңізді тиімді болған жағын талдайсыздар және бағалап көрсететін боласыздар осы есептеріңізде. Яғни, үш ойыныңыздың оқу қызметіне сол үш ойын түріңізді енгізгенде не тиімді болды, қандай әдіс тәсілдерді пайдаландыңыздар. Сол әдіс тәсілдерді пайдаланудың нәтижесінде сіздер қалай бағаладыңыздар сол ойындарыңызды, сол жөнінде. Ұйымдастырған оқу қызметіне ойындар бойынша қорытындылар, ойындарды жүргізу бойынша қорытындылар. Яғни сіздер сол ойыныңыздың барысын қысқаша көрсетесіздер. Бала үні тыңдалды ма, тағы да басқа қандай әдіс тәсілдерді қолдандыңыздар сол ойындарыңызда, топтық жұмыс болды ма деген секілді. Педагог жетекшілігімен жүргізілетін құрылымдалған ойындар, еркін ойындарды ұйымдастырған оқу қызметіне енгізуді негіздеу. Ол үшін мынадай сұрақтарға жауап берсеңіздер, өздеріңіздің С есептеріңізді жазуға мүмкіндік аласыздар. Мысалы, педагог жетекшілігімен жүргізілетін ойын, бұл ойынды осы ұйымдастырған оқу қызметіне неліктен таңдап алдыңыздар? Қазір осы сұрақтарға жауап беріп өтейікші, өздеріңіздің тәжірибелеріңізден бөлісіп отырсаңыздар, өз ойындарыңызды, мысалы, тек қана педагог жетекшілігімен жүргізілетін ойыныңызды сіз ұйымдастырған оқу қызметіне неліктен таңдап алдыңыздар? Құрылымдалған ойынды, еркін ойынды.
Слайд көрінбей тұрса, телефондарыңызды қарастырып көріңіздер. Төменге 3 нүкте бар, плейдің жаңа белгісі белгіленген жер бар, соны басып көрсеңіздер. Баланың үнін тыңдау арқылы алдым дейді, жарайсыз. Тақырыбымның мақсатына сай, яғни ұйымдастырған оқу қызметіңіздің мақсатына сай етіп алдыңыз. Мақсатына жету үшін, яғни оқу қызметінің мақсатына жету үшін педагог жетекшілігімен жүргізілетін ойынды алдым дейді Орынбай Илья. Жақсы, жарайсыз. Оқу қызметіндегі тақырыпты одан әрі қарай ашу үшін. Тамаша. Оқу қызметінің мақсатына жету үшін дейді Нұрша Қалайлаева. Циклограмманың апталық тақырыбының мақсатына жету үшін Қожантаева. Жақсы, жарайсыздар. Жалпы сол белгілі бір апталық, айлық тақырыптарыңыздың, өтпелі тақырыптарыңызға сай етіп ұйымдастырған оқу қызметтеріңізді таңдадыңыздар. Ұйымдастырған оқу қызметіңіздің мақсатына жету үшін және оны ары қарай ашу үшін, балаларға сол оқу қызметінің күтілетін нәтижесіне жеткізу үшін сол ойындарды пайдаланған боларсыздар. Педагог жетекшілігімен жүргізілетін ойынды ойлау, сөйлеу дағдысын сұрақтарға толық жауап берсеңіздер, педагог жетекшілігімен жүргізілетін ойынды ұйымдастырған оқу қызметінің мақсатын ашу үшін алдым дейді. Жақсы, барлығыңыздікі түсінікті. Құрылымдалған ойынды, еркін ойынды да дәл солай осы сұрақтарға жауап беру арқылы жазасыздар. Осы ойын арқылы қандай нәтижеге қол жеткізгіңіз келді? Яғни өзіңіздің белгілі бір күткен нәтижеңіз осы ойынды ұйымдастырған оқу қызметіне таңдап алғаннан кейін сіз таңдап алу себебіңіз қандай нәтижеге жеткіңіз келді сіз? Құрылымдалған, ойындалған себебім балалардың қимыл қозғалыс дағдыларын дамыту үшін топпен жұмыстануға деген қызығушылығын арттыру мақсатында ұйымдастырдым. Жарайсыз. Убинғадидар. Сол ойын түрлерін қандай нәтижеге қол жеткізу үшін алдыңыз? Қандай нәтижеге қол жеткізгіңіз келді өзіңіз? Әрбір ойынды ұйымдастырғанда да оқу қызметінің мақсатына сәйкес біз күтілетін нәтижелерді анықтап аламыз. Сол күтілетін нәтижелерге жету үшін, балалардың белгілі бір дағдыларын дамыту үшін. Жақсы, міне жазып жатыр екен. Баланың қызығушылығына әрі қарай дамыту үшін, балалардың шығармашылық қабілеттерін және танымдық қабілеттерін дамыту үшін алдым дейді. Жақсы. Түйінді идеяларды 4К моделін қолдану арқылы креативтілік баланың сыни ойлауын дамыту үшін, коммуникативтілік топпен бірлескен түрде жұмыс жасауына жағдай туғызсын дейді. Жарайсыз. Сол нәтижеге қол жеткіңіз келді, Нәтижесі балалардың тілдік дағдыларын дамыту үшін, топпен жұмыс жасау дағдысын дамыту үшін дейді. Жақсы, жарайсыз. Қызығушылығын арттыру үшін, баланың үнін тыңдағандарыңыз көрінеді. 4К моделін дамыту үшін, күтілетін нәтижеге жету үшін алдым дейді. Жақсы, белгілі бір сол оқу қызметінен күтілетін нәтижеге жету үшін алғаныңызды айғақтап жатырсыз. Ойын түрлерін, әдіс тәсілдерді қолдана отырып, танымдық қабілетін, шығармашылық қабілетін дамыту үшін алдым дейді. Жақсы. Ұйымдастырған оқу қызметіне бұл ойындарды смарт мақсатқа жету үшін баланың үнін тыңдау арқылы қызығушылығын арттырып, белсенділігін жоғалту мақсатында жүргіздім дейді. Белсенділігін жоғарылату мақсатында кешірерсіз. Жақсы, тамаша. Барлықтарыңызда белгілі бір өздеріңіздің ұйымдастырған оқу қызметтеріңіздің смарт мақсаттарыңызға жету үшін баланың үнін тыңдай отырып, белгілі бір дағдыларын арттыру үшін, дамыту үшін жұмыс жүргіздіңіздер. Келесі, осы ойын сіздің оқу мақсатыңызға жетуге қалай ықпал етеді? Бағдарламаның түйінді идеяларын қалай жүзеге асыруды ойладыңыз? Бағдарламаның түйінді идеялары, әдіс тәсілдерді сіз осы 3 ойын жүргізу барысында қалай жүзеге асырдыңыздар? Және ол әдіс тәсілдерді пайдалану сіздерге қалайша ықпал етті оқу мақсатыңызға жетуге? Сұрағым түсініксіз болса, қайтадан қойып жіберейін. Сол сіздердің оқу қызметіңіздің мақсатына жету үшін алған ойындарыңыз қалай ықпал ете алды? Оқу мақсатыңызға жетуге ықпал ете алды ма?
оқу мақсатыңызға, жаңағы күтілетін нәтижеңізге жетуге, немесе балалардың бір белгілі бір дағдыларын дамытуға, немесе балалардың басқа бір қабілетін дамытуға, немесе өзіңіздің бір белгілі бір дағдыңызды қалыптастыруға мүмкін ықпал еткен болар. Мысалы, көп жағдайда педагогтарда кездесіп жатады, айтып жатады, осы ойындарды оқу мақсатына жету үшін алғаным өзіме көп пайдасы тиді. Яғни мен бұл жерде өзімнің оқу мақсатыма жетуден бөлек өзімнің бақылау дағдымды, саралау тәсілдерін қолдануды, сонымен қатар әр баланың үнін тыңдауды, солардыға дағдыландым деп жатады. Оқу мақсатыңызға жетуге смарт мақсат арқылы баланың күтілетін нәтижелері үшін дейді, қандай мақсатқа жету үшін қолдандыңыз деген сұраққа. Жақсы. Балалар жақсы бір-бірімен қарым-қатынас жасады. Оқу мақсатыңызға жетуге осы ойынның ықпалы тиді. Яғни ойындарды ойнату арқылы балалардың бір-бірімен деген қарым-қатынасы артады. Жақсы, тамаша. Оқу мақсаттарына жетуге зор ықпалын тигізді, баланың көптеген қырларын ашуға көмектесті. Тамаша. 4К модель арқылы баланың қажеттілігін ескере отырып, ары қарай сол баланың қызығушылығын дамытуға көмектесті дейді. Ойын түрлерін жүргізу барысында оқу қызметінің мақсатына жету үшін алдым, баланың дағдысын дамытуға, топпен жұмыс жасау үшін қолдандым дейді. Бағдарламаның тиімді идеяларын қалай жүзеге асыруды ойладыңыздар? Саралау, бақылау, шиыршық қағидаты, тағы да басқа әдіс тәсілдер, бағдарламаның тиімді идеяларын 4К, бала үні, бақылау. Оқу қызметтеріміздің мақсатына жету үшін пайдасы болды, және де балалардың өзара қарым-қатынастары дамыды дейді. Жақсы. Сұрақ жауап арқылы, жетелеуші сұрақтар қою арқылы, көрнекілік әдістері менің баланың сөздік қорын дамытуға өте тиімді болды дейді. Жарайсыз, Джейми Кемалова. Балалар ойын арқылы тез табысып, жақсы қарым-қатынас жасауға ықпал етті дейді. Бұл да бағдарламаның түйінді идеяларының бірі ойын. Бақылау әдісін пайдалана отырып, балалардың білім деңгейін анықтадым дейді. Тамаша. Оқу ортасын саралап, балалардың көңіл-күй ортасын қалыптастырдым дейді. Қалыптастыруға, яғни сіз жағдай жасадыңыз. Әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, балаларға сұрақ қою арқылы ойынға деген ынтасы бар екенін анықтадым дейді. Демек, сіз баланың қолданып отырсыз. Жарайсыз. Бақылау әдісі арқылы сұраққа жауап қолдау көрсету арқылы тиімді болды. Бала үнін тыңдай отырып, эмоциялық орта қалыптастыруға тиімді болды дейді. Тамаша. Бақылау, саралау, түсіндіру, көрнекілік, баланы жетелеуші сұрақ қою. Жақсы. Балалардың ойлау, сөйлеу, түсіну, шығармашылық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етті. Жақсы. Барлықтарыңызды да бағдарламаның түйінді идеяларын өз тәжірибелеріңізде жүзеге асыруды ойлағандарыңыз және соны асыра білгендеріңізді көріп отырмын. Еркін ойында мен баланы бақылау жасағандықтан тиімді болды дейді. Жақсы, тамаша. Бақылау әдісі ең маңызды өзіңіздің оқу мақсатыңызға жетуге ықпал ететін бірден бір әдіс тәсіл. Баланың сыни ойлау барысында сөздік қорлары дамиды. Сөздік қорлары сонымен қатар ойлау дағдылары да дамуға мүмкіндік алады. Құрылымдалған ойында Блум таксономиясының деңгейлерін 4К моделін қолдана отырып, балалар дамыды дейді. Белгілі бір дағдылары дамыды дегіңіз келді ғой. Жақсы, келесі. С бөліміміздің, яғни оқыту тәжірибесіне өзгерістер енгізу мен оларды басқару туралы рефлексия есебімізді осы сұрақтар арқылы ықшамдап жетілдіруге болады.
осымен біз портфолиомыздың іш есебінде де қалай көрсету керек екенімізді, өз тәжірибемізде бағдарламаның түйінді идеяларын қолданғанымызды негіздеп көрсетуге байланысты жұмыстар осымен аяқталды. Енді сол портфолионы рәсімдеуге қойылатын талаптармен таныс болсаңыздар. Портфолионы рәсімдеуге қойылатын талаптар: бірінші, кавантитулдарды рәсімдеу. Сіздерге белгілі, жоғарғы кавантитул, бұл бірінші бетпе-бет кезде де сіздерге айтылған болатын. Жоғарғы кавантитулды қолдану, жоғарғы кавантитулда толығымен тегіңіз, атыңыз, әкеңіздің аты және педагогикалық шеберлік орталығын көрсету қажет. Сонымен бірге кавантитул Times New Roman қаріпімен 12 өлшемді қолдануы қажет. Портфолио бөлімдерінің мәтінін рәсімдеу. Яғни біз портфолионың мәтінінен қандай талаптарды сақтау керек? Бірінші, қаріп өлшемі 14 болуы қажет. Шрифт Times New Romanмен болуы қажет. Жоларалық интервал 1, ені бойынша туралап алуыңыз керек. Екі жағын. Жиегі жоғары, төменгі, сол және оң жақтар барлығы 2 сантиметрден болуы қажет. Ал перспективалық жоспар, сонымен қатар циклограмма, апталық жоспарларыңыз, яғни бұлар кестедегілер, кесте арқылы берілетін құжаттарыңыз, жазулар, мәтіндер, бұл жердегі қаріптің өлшемі 12 болады. Ойын түрлерін қолдану, баланың жас ерекшеліктері, жеке қызығушылықтары мен қажеттілігін ескере отырып, жағымды орта құрып, баланың сұранысына сай жаңа ресурстарды пайдалануға назар аудару қажет дейді. Тамаша, өз ойларыңызды білдіріп отырыңыздар. Портфолионы рәсімдеуге қойылатын талаптар сіздерге түсінікті болды ма? Қандай да бір сұрақтарыңыз болса қойып отырсаңыздар, осы портфолионы рәсімдеуге қойылатын талаптарға байланысты. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Барлығы да анық, айқын көрініп тұр. Келесі. Енді өз есептеріңізді жүктемес бұрын, барлық есептеріңізді рәсімдеп болғаннан кейін, сіздер оны плагиатқа тексерулеріңіз қажет. Мынандай бір әзіл сөз бар екен. Бір қызығы, сіз оларды қайдан ұрладыңыз дейді. Тақырыпқа сай әзіл, бүгінгі. Ең біріншіден сіздер өз есептеріңізді басқа жақтан көшірілмегендігін ескерулеріңіз қажет. Плагиат бұл бөтен жұмысты немесе идеяларды пайдалану және оларды өз туындысы ретінде беру тәжірибесі. Оксфорд сөздігінен алған. Плагиатты болдырмау үшін не қажет? Дерек көздерге сілтеме көрсету. Яғни сіз белгілі бір мәтінді көшіріп алған болсаңыз, сол дерек көзіңізге сілтеме көрсетуіңіз қажет. Оның ішінде мәтін, фото, сурет және тағы да басқа белгілі бір жаңағы ғалымның немесе айтқан сөздерін кірістіретін болсаңыздар, сілтемені көрсетіп жіберсеңіздер. Басқа авторлардың мәтіндерін қолданған дәйек сөздерді дұрыс рәсімдеп қолдану. Жаңа айтып өткеніміздей, мәтіннің үлкен фрагменттерінен дәйек сөз келтірмеу, өйткені бұл жұмысты орындау дербестігін көрсетпейді. Яғни сіздер мәтінді көшіріп алғанда да үлкен көлемді етіп алмауларыңыз қажет. Бұл плагиат болып есептеледі. Өйткені бұл жұмысты орындау дербестігін көрсетпейді дейді. Сонымен қатар арнайы бағдарламаларды пайдалана отырып, өз жұмысының бірегейлігін тексеру. Белгілі бір арнайы бағдарламалар бар, антиплагиат деген. Мен бірінші бетпе-бет кезде де ортақ почтаға салған болатынмын. Сұрайтын осы бағдарламаның атауын мен өзім жеке сіздерге жіберетін боламын тағы да. Плагиат туралы түсінікті болды ма? Плагиатты тексеру туралы арнайы бағдарламаларға салып тексерулеріңізге болады.
Слайд жасағанда қарап өлшемі жақсы, таныстырылымға қазір келетін боламыз. Олжалғас Маденова. Жақсы, рахмет. Түсінікті болса, жалғастырайық сабағымызды. Енді портфолиоларды, яғни плагиатқа тексеріп болғаннан кейін, барлығы талаптарға сай болса, сіздер өздеріңіздің интернет браузерлеріңізді ашып, компьютерларыңыздан cpi.niche.edu.kz сайтына кіресіздер. Бұл сайтқа кіргеннен кейін мынадай бетше шығады. Бұл бетшеден кейін сіздер оң жақ жанына жоғарыға қарай жүресіздер. Сол жерде мына сіздердің логиндарыңыз, парольдеріңіз жазылатын жер шығады. Сіздерге логин парольдеріңіз берілген болатын. Сол өздеріңіздің логин парольдеріңізді осы жерге жазып, сайтқа өз атыңызбен кіресіз. Түсінікті болды ма сіздерге? Портфолионы жүктеу. Жақсы, келесі түсінікті болса, одан кейін логин парольдеріңізбен кіргеннен кейін осындай бетше шығады. Ona описание деген жерді көріп тұрсыздар ғой. Описание деген жерге портфолио өз аты жөндеріңізді толық жазып өтесіздер. Мына жерде файл деген тұр, выбор файла деген көріп тұрған боларсыздар. Выбор файлов деген сол жерге өзіңіздің компьютеріңіздегі жаңағы есебіңізді жүктейсіз. Мына жерде жүктеу деген бар, міне загрузить, осыны басасыздар. Одан кейін мына жерге сіздің жұмысыңыз түсетін болады. Жұмысыңыздың түскеніңізді мына жерден қарайсыздар. Міне описание шықты, версия біреу деп, сонымен қатар жүктеген уақытыңыз көрінеді. Мына жерде удалить из портфолио деген шығуы қажет. Сіздерге немесе басқа қате есептеріңізді түсіп қойған жағдайда бір сағаттың ішінде осы жерден жаңағы бірінші жүктеген есептеріңізді кетіріп, қайтадан жүктеулеріңізге болады. Ол тек қана бір сағат көлемінде. Есептеріңіз жүктелгеннен кейін мынадай екінші суретті көріп тұрсыздар ма? Рабочие папки деген. Сол жерде мен разделы A және ABC есептеріңіз осы жерге түседі. Количество файлов деген мына жерде бір көрсетіп тұр. Осындай болып тұруы қажет сіздер есептеріңізді жүктегеннен кейін. Жақсы, көрінбей жатырған әріптестерге қазір бір тыңдаушымыз барлық слайдтарды суретке түсіріп, видеоға түсіріп отыр, сіздерге жіберетін болады кейін. Себебі бұл жерде бірнешеуіңізге естіліп, бірнешеуіңізге естілмей жатыр. Слайд көрінбей жатыр дейді. Жақсы, слайдтың суреттерінде WhatsApp желісінде жіберіп жатыр әріптестеріңіз. Жүктеу туралы түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма жүктеу туралы? Жақсы, түсінікті болса, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Енді біз портфолиомызды жүктеп болғаннан кейін таныстырылыммен айналысатын боламыз. Таныстырылым өздеріңізге белгілі, сол үш ойыныңызды
өз тәжірибеңізде енгізгеніңізді негіздеу. Таныстырылымның құрылымы қандай болуы керек? Таныстырылымның құрылымы қандай болуы керек? Қазір біз таныстырылымның құрылымы, оған қойылатын талаптармен танысатын боламыз. Таныстырылымның құрылымы ең біріншіден тәжірибеден дәлелдемелер болуы қажет. Дәлелдемелер көрсетілуі қажет. Бұл дегеніміз дәлелдемелер тыңдаушының аты жөні, білім беру саласы, жаңағы оқу қызметіне енгіздіңіздер ғой ойынды. Сол қай оқу қызметі, қай білім беру саласына жатады? Соларды кірістіруге болады. Ұйымдастырған оқу қызметінің мақсаты, қалыптасатын дағды, яғни сол оқу қызметінде белгілі бір баланың қалыптастыруға, меңгеруге тиіс дағдысын жазасыздар. Ойынның қысқаша мазмұнын, ұйымдастырған оқу қызметінің түрі, әдіс тәсілдер, қолданған әдіс тәсілдеріңізді, бағдарламаның түйінді идеяларын, сол ойыныңызда бағдарламаның қандай түйінді идеялары, қандай әдіс тәсілдер орын алды, соларды көрсетіп кетсеңіздер дәлелдеме ретінде. Сонымен қатар тәжірибеде дәлелдемелер, фотосуреттер, сол ойыныңыздың барысының суреттері. Бір слайдты 3 ойын тәсілін қамту. Яғни бірінші слайдтың бірінші бетшесінде сіздер 3 ойынды да кірістіріп жібересіздер. Қазір келесі слайд бетшесінде түсіндіретін боламын, көрсететін боламын. Тиімділігін негіздеу, яғни сіздер сол ұйымдастырған оқу қызметінің мақсатына жету үшін алған ойындарыңыздың тиімділігін негіздеп көрсететін боласыздар таныстырылымда. Бұл жерде ұйымдастырған оқу қызметінің мақсаты, қалыптасатын белгілі бір дағдысы, меңгеруге тиіс дағдысы сол оқу қызметінде. Сонымен қатар сол жүргізілген ойыныңыздың тиімділігін, сонымен қатар кездескен кедергілер, сол кедергілерден қалай шығу, яғни шешу жолдарын, сонымен қатар тәжірибеден дәлелдемелер, фотосуреттер көрсетесіздер. Бұл жерде де бір слайдта 3 ойын тәсілін қамтып өтуіңіз қажет. Яғни тиімділігін негіздеу дегенді ұйымдастырған оқу қызметінің мақсаты, қалыптасатын дағды деген сіздерге түсінікті, иә? Ойынның тиімділігі. Сол ойын сізге несімен тиімді болды? Баланың белгілі бір дағдысын қалыптастыра алды ма? Немесе өзіңіздің бір қолданған бағдарламаның түйінді идеялары қандай тиімділік көрсетті ойында? Ойында жаңағы топтық жұмыстар орын алды ма? Балалар бір-бірімен қарым-қатынастары қалай болды деген сияқты ілгерілеуін жазасыздар. Яғни баланың дағдысының дамуы, сонымен қатар оқу қызметіңіздің нәтижесіне жетуі, ойынды қолданғанындағы сіздің алған тиімді жақтарыңыз жазасыздар. Сонымен қатар кездескен кедергілер. Кедергілер не болуы мүмкін? Өздеріңіздің тәжірибелеріңізден бөлісіп отырсаңыздар, 3 ойын түрін, таныстырылымның құрылымын айта отырып, өздеріңіздің де тәжірибелеріңізді айтсаңыздар, сонда көлемдірек, түсініктірек болады деп ойлаймын. Өз ұйымдастырған ойындарыңыздың тиімділігін қысқаша, анық, нақты жеткізсеңіздер, сонымен қатар кездескен кедергілерді ойындағы, ол кедергілерден өздеріңіз қалай шешіп шықтыңыздар, қандай әдіс тәсілдерді пайдаландыңыздар. Бала үні тыңдалды ма деген секілді. Баланың қызығушылығы, дербестігі ескерілді ме? Ұйымдастырған оқу қызметіміздің мақсатына жету үшін ұйымдастырылған жұмыстар, яғни 3 ойын түрі балалардың белгілі бір дағдысын қалыптастыра алды ма? Қалыптастыруға мүмкіндік берді ме сол ойындарыңыз? Ойындардың тиімділігін көрсетсеңіздер, өз тәжірибелеріңізден.
құрметті әріптестер, өз тәжірибелеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар, ойынның тиімділігін, ойында кездескен кедергілерді, сол кедергілерден өздеріңіз қандай әдістер арқылы шықтыңыздар. Тиімділік ойын барысында бір-бірімен қарым-қатынасы нығайды, бір-біріне деген сүйіспеншілік сезімдері артты, бала үні тыңдалды, жақсы рөлдерге бөліп ойнады дейді. Тамаша. Балалар топпен жұмыс жасау дағдысының қалыптасуына көмек болды дейді. Я, жақсы, тамаша. Кездескен кедергілер, кейбір балалар ойын барысында жұптасып ойнауға машықтанбаған, досын тыңдағысы келмеді дейді. Я, бұл кедергілерден сіз қалай шықтыңыз? Қандай әдіс арқылы шықтыңыз? Неліктен ондай кедергі кездесті деп ойлайсыз? Тәжірибе жүргізу барысында ойын түрлері балаларға ерекше эмоция қалыптаса бастады, ойын шартын бұзбай ойынды ойнады. Тамаша. Бір ойынымда балалардың ережені дұрыс тыңдамай қиындық тудырды, жетелеуші сұрақтар қойдым және ойын шартын назар аудару керек екенін түсіндірдім. Тамаша. Кемалова Джимми апа, яғни сіз жетелеуші сұрақ қою әдісі, сонымен қатар түсіндіру әдісін қолданып, сонымен қатар баланың үнін тыңдай білгендігіңіз көрінеді. Балалар өз өнерлерін көрсету арқылы шығармашылық қабілеттері дамыды және бір-бірімен қарым-қатынастары нығайды дейді. Жақсы, тамаша. Қандай әдіс тәсілдер арқылы осындай балалардың дағдысы дамып жатыр? Сұрақтарға бір нақты жауап берсек, әріптестер, тамаша, барлығы да көрініп тұр. Сіздердің осы үш ойын түрі өздеріңіздің оқу қызметтеріңіздің мақсатына жету үшін, баланың белгілі бір дағдыларын дамыту үшін, сонымен қатар өзіңіздің педагог ретінде де белгілі бір дағдыларыңызды қалыптастыруға мүмкіндік бергені көрініп тұр. Балалар түсіну, игеру, ойлау, сөйлеу, тыңдау дағдылары қалыптасты дейді. Кедергілер болды, балалар үндемей қалды, яғни балалардың сөйлеу дағдысы дамыту қажет. Яғни сіз енді бұл кедергілерден қандай шешу жолдарын қарастырдыңыз, қандай жұмыстарды ұйымдастыруды жоспарладыңыз? Ойынның тиімділігі, балалар топпен жұмыс жасау дағдысы қалыптасты дейді. Кедергілер топпен бірге жұмыс жасауға дағдыланбағандар көрінді дейді. Я, бұл кездескен кедергілерден қалай шықтыңыздар сіздер? Құрылымдаған ескерткіш ойынын бір-бірлеріне қолдау, мадақтау дағдыларын арттыру үшін және шығармашылық қасиеттерін дамыту мақсатында бала үнін ескере отырып, күннің екінші жартысындағы серуенде алған едім дейді. Бұл ойынның жақсы тұсы балалардың көшбасшылық қыры, бір-бірімен қарым-қатынастары нығайғанын, эмоционалды ортасының қалыптасқанын және Блум таксономиясының деңгейлерін қолдана алатынын, бір-біріне қолдау көрсеткенін байқадым. Ал кері тұсы балалар өздерінің берілген уақытты тиімді пайдаланбауы дейді. Неліктен осындай кездескен кедергіні? Неліктен бұндай кедергі кездесті деп ойлайсыз? Педагог ретінде сіз қандай әдісті жетілдіру керексіз? Қандай әдісті сіз пайдалану керексіз? Үдеріс үстінде саралау арқылы топқа бөлдім, жетелеуші сұрақ қойып, қолдау көрсеттім дейді. Тамаша. Қолдау көрсеткеніңіздің арқасында балалардың белгілі бір дағдылары дамуға мүмкіндік болды деп ойлаймын. Кері жақтары топқа бөлінген кезде бір-бірімен келіспеушілігі, ойын ережесін түсінбей қалуы, жетелеуші сұрақтар қойып түсіндірілді дейді. Тамаша, жақсы. Ойын барысында эмоционалдық орта қалыптасты. Иә, тамаша. Ойын барысында балалардың үні тыңдалған демек. Ал кері тұсы балалар өздерінің берген уақытын тиімді пайдаланбау, кейбір балалардың өз өнерін көрсетпей тұйықталып қалуы, құрылымдаған ойында балалар қимыл қозғалыс әрекеттері, тыңдалым, айтылым дағдылары дамыды. Педагог ретінде мен ойынды жанама бақылап, ойын ортасы арқылы саралап, бала үнін ескеріп тұрдым. Болашақта баланың жасына сай одан әрі күрделі ойынды алып жоспарлаймын дейді. Тамаша, Орынбай Илья. Ары қарайға жетілдіруді көздеп жоспар құрған екенсіз. Тамаша. Келесі, ойындарды оқыту мен тәрбиелеу тәжірибесіне енгізу және онан әрі қолдану қорытындылары. Яғни, ойындарды оқыту мен тәрбиелеу тәжірибесіне енгізу және одан әрі қолданудың қорытындылары. Жаңа сіздердің де жазып жатсыздар, көпшілігіңіз нақты қорытындыны
ойынға қатыспай қалған балаларға жетелеуші сұрақтар қоюмен саралау арқылы балалардың ойын тыңдай отырып ойын еркін жеткізуіне жағымды жағдай жасайтын боламын дейді. Тамаша. Міне одан әрі оқытуды сіз негіздеп айтқан екенсіз. Осы үш ойын тәсілі бойынша сәтті болған тұстары жаңа көрсетіп айтып жатырсыздар, иә? Жақсартуды қажет ететін тұстары. Енді өздеріңізге белгілі, жаңа айтып жатырсыздар кездескен кедергілерді, да? Сол кедергілерді жою үшін, әрі қарайға баланың белгілі бір дағдыларын жетілдіру үшін, сонымен қатар өзіңіздің педагог ретінде өзіңіздің белгілі бір дағдыларыңызды жетілдіру үшін, жақсарту үшін нені жоспарлайсыз сіз болашақты? Яғни жақсартудағы менің келесі қадамым, болашаққа жоспарыңыз. Бұның барлығы әріптестер өздеріңіздің таныстырылымыңыздың құрылымында көрінуі тиіс. Соны естен шығармайық. Жаңа сіздер айтып жатырсыздар, иә, балалардың сөздік қоры, топпен бірге жұмыс жасау дағдылары деп, иә? Сол тұстарды жақсарту үшін сіз қандай қадамды жоспарлайсыз болашақта? Ойындарды жаңа күрделендіріп алуды жоспарлаймын деп не Орынбай Илья жақсы айтты. Сол секілді әрі қарай осы үш ойын түрін әдіс тәсілдермен қатар осы үш ойын түрінде әлі жетілдіруді, жақсартуды қажет ететін тұстар. Құрал жабдықтарының жеткілікті болуын, қақтығыстардың алдын алуды жоспарлаймын дейді. Тамаша. Яғни сіз әлде көрнекілік әдісі, бала үнін тыңдау, яғни баланың қажеттіліктерін ескеруді жоспарлайсыз. Бұл өте маңызды. Бағдарламаның түйінді идеяларын саралау, бақылау әдістерін жоспарымда күнделікті қолданатын боламын дейді. Тамаша. Өтегенова, Күмісхан. Бала үнін тыңдау, лидер болуға бір-біріне сұрақ қою арқылы дейді. Бір-бірін оқыту арқылы оқу. Балаларды соған дағдыландыру қажет. Бала үнін тыңдау, болашақта топтық жұмысты көбірек қолдануды пайдаланамын. Ойындарды ұйымдастыру кезінде топтық жұмыс ретінде ұйымдастыруды қолдаймын деп тұрсыз ғой. Түсінген бойынша балаларға ұйымдастырған оқу қызметте ойын түрлерін көптеп ұйымдастыру жақсы. Балалардың қарым-қатынасын нығайту, сөйлеу дағдысын қалыптастыру, топпен жұмыстану арқылы балаларға ортақ эмоция қалыптастыру жақсы. Енді осы тұстарды жақсарту үшін сіз нені жоспарлайсыз, Айгүл Жылқыбаева? Қарым-қатынасын нығайту үшін қандай әдісті пайдаланасыз? Сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін осы ойын барысында нені жетілдіру қажетсіз? Күн тәртібінде балаларға ойын түрлерін топпен жұмыс бірге ойнауды жиі ұйымдастырып отыруды жоспарлаймын. Тамаша. Гүлзат Жаулыбаева. Болашақта мен бала тілін дамытуда коммуникативті дамытуға арнаған ойындарды өткіземін дейді. Тамаша. Міне Дженни Кемалова қазіргі балалардың сөйлеу дағдыларын дамытуға байланысты ойындарды көптеп ұйымдастыру қажет. Балалардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ескере отырып, топтық және жұптық жұмыстарды көптеп ұйымдастырамын дейді. Тамаша. Келешекте топтық жұмыстарды көптеп жетілдіру керек деп ойлаймын. Ауызбіршілікте ұжымдыққа шақыртамын дейді. Қандай әдіс арқылы шақырасыз ұжымшылдыққа? Қандай әдіс арқылы белсендіресіз сол баланы дағдысын? Ойын түрлерінің кезінде әдіс тәсілдерді қолдана отырып, балалардың үнін тыңдай отырып, сыни ойлау шығармашылығын дамыту үшін жұмыстарымды жүргіземін дейді. Алмағамбетова Амангүл. Қандай жұмыстарды нақты айтып өтсеңіздер? Жаңа әріптестеріміз айтып жатыр ғой, баланың сөйлеу дағдысын дамыту үшін енді осы ойындарды балаларды сөйлетуге байланысты алуын қажет деп. Сол секілді барлық ойындарды
бала үнін ескеріп 4К моделін пайдалану арқылы баланың жеке ойы мен ішкі ойын біле отырып ұйымдастырамын дейді. Тамаша. Яғни әр ойындарыңызды баланың үнін ескере отырып ұйымдастыруды жоспарлайсыз. Бұл жерде бала үнін қолданғаныңыз көрінеді. Сонымен қатар өнім арқылы саралау, мазмұн арқылы саралау жүзеге асады. Яғни сіз балаға ойындарды ұйымдастырмас бұрын баланың қажеттілігін ескеретін боласыз. Сонымен қатар білуге тиіс білімдерін ішкі ойын біле отырып ұйымдастырамын дейді. Блум таксономиясын спиральді оқытуды жүзеге асырып отырамын дейді. Тамаша. Спиральді оқытуды жүзеге асырып отыру бұл өте маңызды. Балаларға ойын тәсілдерін қолдану барысында. Яғни белгілі бір бірізділік, жүйелік болуы тиіс. Жетелеуші сұрақтар қою арқылы алға жетелеймін дейді. Тамаша. Осы ойында жетелеуші сұрақтарды көп пайдалануды көздеп отырсыз, түсінгенім бойынша. 4К моделін қолдану арқылы балалардың топ болып жұмыс жасауға дағдыландырамын дейді. Тамаша. Бағдарламаның негізгі идеяларын көңілге түйе отырып, сыни ойлау, проблемаларды шығармашылықпен шешу, сындарлы диалогпен қарым-қатынас, командамен жұмыс жасау мүмкіндіктерін өз тәжірибемде қолданатын боламын дейді. Жанат Кенжеғалиева. Тамаша. Өте жақсы. Меңгерген тез дағдыларын ескере отырып, өнім арқылы саралауы әдіс тәсілін жұмыстануды жоспарлаймын дейді. Тамаша. Алдағы уақытта топпен жұмыс жасауды алдыма мақсат қойдым. Баланың үнін тыңдаймын, шығармашылықтарын арттырамын дейді. Яғни, сіз баланың үнін тыңдай отырып, шығармашылығын арттыру үшін осы 3 ойын түрлерін ұйымдастырған оқу қызметінде жоспарлайтын боласыз. Осы тұстарды жақсарту үшін сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін шиыршық қағидатын ұстана отырып, бала үнін тыңдау арқылы жүзеге асыру дейді. Келесі жұмысыңызды, яғни келесі ойын, яғни бала ойын арқылы оқиды ғой. Осы ойындарды ұйымдастыруда осы тұстарды ескеретін боласыздар. Қиындықта отырған баланы ойын ашып, дағдысын қалыптастыру үшін топпен жұмыс жасау кезінде белсенді балалармен топқа бөлемін дейді. Тамаша. Яғни сіз үдеріс барысында саралауды қолданып отырсыз. Жақсы. Таныстырылымның құрылымы сіздерге түсінікті болды ма, әріптестер? Сіздер кері байланыс кезінде де осы сұрақтарды көптеп қойған болатынсыздар. Таныстырылымды қалай жасақтаймыз, ішінде не болуы қажет деген сияқты. Жақсы, тамаша, қуаныштымын. Таныстырылымның құрылымы барлығыңызға түсінікті болса. Әлде де сіздерге кері байланыс беретін боламын. Белгілі бір қоятын осы таныстырылымның құрылымына қатысты, тағы да басқа бүгінгі сабақтарға қатысты қоятын сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. Ойын кезінде тікелей бақылай отырып, үдерісті саралау арқылы балалардың оқу дағдысын дамытуды жоспарлаймын дейді. Тамаша. Мағамбетова Амангүл. Түсінікті, рахмет дейді. Жақсы, түсінікті болғанына қуаныштымын. Келесі, енді таныстырылымның мазмұнына көшелік. Таныстырылым мазмұны тәрбие мен оқыту тәжірибесіне өзгеріс енгізу және ол өзгерістерді басқару туралы рефлексия. Балалардың қажеттіліктерін ескере отырып, ұйымдастырылған оқу қызметіне тәрбиеші жетекшілігімен жүргізілетін ойын, құрылымдалған ойын және еркін ойын түрлерінің қалай енгізілгенін негіздеу. Яғни сіздер осы таныстырылым барысында не көрінуі қажет сіздердің таныстырылымдарыңызда? Бұл жерде сіздер сол ойынды қалай, сол ойын түрін оқу қызметіңізге қалай енгіздіңіздер? Соны көрсетулеріңіз керек. Негіздеу дегеніміз, яғни сол таныстырылымда көрінуі қажет деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар балалардың қажеттіліктері, яғни баланың үні ескеріле отырып, оқу қызметінде сол ойынды қалай енгізгендеріңізді негіздеп көрсетсеңіздер, міне бұл таныстырылымның белгілі бір талаптарына сай болады. Таныстырылымның мазмұнына сай болып есептеледі. Сіздерге түсінікті болды ма? Сол ойын түрлеріңіз баланың үнін ескеріле отырып, оқу қызметтеріңізде
қалай енгізгендеріңізді көрсетсеңіздер. Және келесі ұйымдастырған оқу қызметіне 3 ойын түрін енгізудегі тиімділігін өздеріңіз бағалайсыздар. Яғни ашып өздеріңіз айтасыздар тиімді болған тұстарын жаңағы секілді. Ұйымдастырған оқу қызметінде тәрбиеші жетекшілігімен жүргізілетін ойын мынадай жағынан тиімді болды. Неліктен тиімді болды? Мынадай белгілі бір әдістерді пайдаланғандықтан, немесе меңгеруге тиіс дағдыларын мен алдын ала осындай саралау арқылы, бақылау арқылы анықтап алғандықтан, немесе топпен жұмыс жасау болғандықтан, тағы да сол сияқты әр тыңдаушы өзінің ойынның тиімділігін бағалап көрсететін болады осы таныстырылымның мазмұны бойынша. Сонымен қатар, ұйымдастырған оқу қызметінде ойындарды жүзеге асыруды жоспарлау және ойындарды енгізу бойынша қорытындылар. Яғни, сіздер ұйымдастырған оқу қызметінде сол ойынды жүзеге асыруды жоспарлайсыздар, сол ойынды енгізу бойынша, яғни қорытындыларды көрсетіп айтасыздар. Ойынның шағын барысы ғой. Күтілетін ұйымдастырған оқу қызметінде белгілі бір нәтижеге жету үшін бір ойынды алдыңыздар. Сол ойынды сіздер, яғни жоспарладыңыздар деген мағынада ғой, жоспарладыңыздар. Одан кейін сол ойындарды енгізу бойынша қорытындылар, сол ойыныңыз жаңағы тиімді болған тұсы, кездескен кедергілер. Сонымен қатар сол кездескен кедергілерден сіздің белгілі бір әдістерді қолдана отырып шешкен тұстарыңыз, сонымен қатар жақсы тұстары, жақсартатын тұстарыңыз, әлде де белгілі бір әдіс тәсілдерді, бағдарламаның түйінді идеяларын пайдалануды көздеу туралы, мысалы, барлығы міне ойынды енгізу бойынша қорытындыларға жатады сол мәтіндер. Осы таныстырылым мазмұны бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар. Исаева Дариға, бәрін жеке-жеке жазамыз ба дейді. Я, 3 слайд таныстырылым 3 беттен аспауы тиіс. Қазір оны да айтып өтем. Келесі слайдта. Қысқа нұсқа келтіріп өтсеңіздер болады. Әр ойындарыңызды. Әр ойыныңызда оқу қызметіне баланың ескере отырып енгізгеніңізді негіздеп бір сөзбен жазып кетуіңізге болады. Ол мақсаттан көрінуі мүмкін, бұл тұстар. Сонымен қатар ойынның қорытындысында көрінуі мүмкін. Сонымен қатар осы ойын түрлерін енгізудегі тиімділігін атап өтесіздер қысқаша. Сонымен қатар қорытындылар. Жақсы. 3 ойын, 3 бет слайд болады. Битанова Сәне, қанша сурет қоюға болады? Ол өзіңіздің ойыныңыздың барысына байланысты, жаңа айтып өткеніміздей, баланың үні ескеріле отырып, сонымен қатар белгілі бір әдіс тәсілдерді қолдану барысын, кездескен кедергілердің суреттері болуы мүмкін. Жаңа алдыңғы слайдта айтып өткен болатынбыз. Жақсы, түсінікті болса, келесі. Таныстырылым слайдында не болуы мүмкін? Сіздердің қойып жатқан сұрақтарыңызға жауап енді табылады деп ойлаймын. Фотосуреттер сіздердің таныстырылымыңызда болуы мүмкін. Бейнефрагменттерге сілтемелер, яғни білесіздер ғой сілтемені. Сонымен қатар суреттер, нақты сөйлеп тұратын суреттер болуы қажет. Жаңа балалармен топтық жұмыстар болмай отырған, немесе белгілі бір жаңағы балалармен жұмыс жүргізіліп жатырған суреттер болмаса, оларды салудың қажеті жоқ. Сонымен қатар балалардың жұмыстары. Көріп отырсыздар ғой, суреттерін.
балалардың жұмыстарын салуға болады. Сонымен қатар аудиожазбаға сілтеме қоюға болады. Яғни сол сілтемені басқанда аудиожазбаңыз дәлелдеме болып есептеледі. Балалардың берген жауаптарын, немесе тағы да басқа өздеріңіздің қойған сұрақтарыңыз деген секілді аудиожазбаларды да кірістіруге болады. Аудиожазба деген осы сілтемені көрсетулеріңізге болады. Жақсы, келесі. Мына осы суреттердің қайсысы таныстырылым слайдында болуы керек? Қалай ойлайсыздар? Санмен көрсетіп өтсеңіздер, осы суреттердің қайсысы таныстырылым слайдында болуы керек деп ойлайсыздар? Жарамды, шынайы болуы қажет. Жаңа айтып өткеніміздей. Екі және үш дейді. Айгүл Жылқыбаева 2 және 3 дейді. Тамаша. Жақсы. Жауаптарыңыз. Неліктен бір болмайтынын түсінген боларсыздар, иә? Бұл жерде ешқандай сурет сөйлеп тұрған жоқ, балалармен жұмыс көрінбейді. Екінші суретте балалармен жұмыс көрінеді. Үшінші суретте де белгілі бір шынайы жұмыс жүргізіліп жатырғанының дәлелі көрінеді. Төртінші жарайсыздар. Жақсы, төртінші суретте, яғни баламен жұмыс көрініп жатырған жоқ. Тамаша. Келесі, таныстырылым слайдтарын рәсімдеуге ұсыныстар. Таныстырылым слайдтарын рәсімдеуге ұсыныстар. 3 слайдтан артық емес таныстырылым дайындау. Бірінші слайдта жоғарғы жағында, жоғарысында, оң жақ жоғарғы бұрышында сіздің аты жөніңіз толық және жұмыс орныңыз көрсетілуі қажет. Өзіңіздің фотосуретіңізді орналастыру қажет емес. Сонымен қатар слайдтар мәтіндік ақпаратпен немесе көп фотосуреттермен жүктелмеуі тиіс. Тек маңызды оймен суреттер. Яғни жаңа айтып тұрғандай, белгілі бір дәлелді суреттер болуы қажет. Аудио мен бейне фрагменттерді таңдау қажет. Аудио және бейне фрагменттер 15 секундтан артық болмауы тиіс. Фото және сканерленген материалдар сапасы жақсы болуы керек. Анық сурет және оқылатын мәтін болуы қажет. Оқылатын мәтін, анық сурет дегендер өздеріңізге түсінікті деп ойлаймын. Есте сақтаңыз, слайдтар сіздің сөзіңізді қолдайды. Яғни сіз слайд арқылы өзіңіздің тәжірибеңізге осы 3 ойын түрін енгізгеніңізді дәлелдеп көрсететін боласыздар. Рәсімдегі қойылатын ұсыныстарға байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Үш слайдтан артық болмауы тиіс. Бұл өзіңіздің шеберлігіңізге, шығармашылық қабілеттеріңізге байланысты. Слайдты әрлеу, тағы да басқа. Сонымен қатар 3 түстен артық түстерді қолданбағандарыңыз. Жақсы, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болса. Жақсы, 3 түстен артық болмауы қажет, төреші Әнсия. Жақсы, әріптестер, бүгінгі сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі сабағымызға рефлексия жасап жіберейік, кері байланыс берсеңіздер. Осы жерде міне бір-біріміздің педагогтары болып жұмыс жасап жатырмыз, иә? Бір-бірімізге кері байланыс беріп жатырмыз, өзіміздің тәжірибемізбен бөлісіп, қандай әдіс тәсілдерді қалай қолданғанымызды, нені жоспарлайтынымызды барлығын айтып жатырсыздар. Қай ойын қаншалықты тиімді болғанын өздеріңіз бағалап, негіздеп көрсетіп айтып жатырсыздар. Осы жұмыстардың сіздерге пайдалы болған тұстарын айтып өтсеңіздер. Педагогтармен жұмыс істеу үшін не пайдалы болды? Тәжірибеден өту бойынша қандай идеялар туындады?
Исаева Дариға, иә, 3 дос болуы керек. С бөлімін дұрыс толықтыруға пайдалы болды дейді. Тамаша, Айгүл Жылқыбаева. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты да сол болған. Әр педагогтың тәжірибесімен бөлістім дейді. Иә, өздеріңізге толықтыру мен өзгерістер енгізуге пайдалы болды деп ойлаймын. Тәжірибеден өту бойынша қандай идеялар туындады? Әріптестер? Үш ойынның құрылымын түсіндім дейді. Тамаша, ойынды бір жерге тиянақтау дейді. Тамаша, таныстырылым бойынша түсінген әріптестерім бар екен, қуаныштымын. С бөлімін толықтыруға, ойынды жинақтауға көмегі тиді дейді. Қуаныштымын, жақсы түсіндірдіңіз, рахмет дейді. Тоқасы жоқ, сіздерге де рахмет. Менде сол С бөлімін толықтыруға пайдалы болды. Кері байланыс арқылы С есебін толықтыруға пайдалы болды де, кері байланыс бәрін ескеремін, педагог апайларға рахмет дейді. Әріптестерімізге үлкен рахмет айтамыз. Өз тәжірибесімен бөлісіп, бағдарламаның түйінді идеяларын, әдіс тәсілдерді жетілдіруге көмегін тигізіп жатырғанына қуаныштымыз. Әріптестер, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын барлықтарыңызға. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, өзімнің WhatsApp желісінде немесе почта мен телефон арқылы сұрауларыңызға болады. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз, құрметті әріптестер. Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Сау болыңыздар.